Çok kosip koymursan. Он сам будет перейти. Там тоже одновременно сможешь? Одновременно жасайсың ба? Отырып алсын. Камера қосылды ғой, бәрі камера басталсын. Работа. Эфирде жүр ме? Ютубқа да саламын, қазір неде отыр? Қосылды отыр. Мына сразу списке қол қойдырып нелер саламын. Тіркеу барағына, тіркеу барағына. Баяндаманы кім жасайды? Мен жасаймын. Фамилияны жазып. Дүйсенбай Руслан. Дүйсенбай Руслан. Хаттамашы. Өзім. Онда бастай берейік. Саламатсыздар. Видеоға түсіп жатыр барлығы. Видео фиксация басталды, жүріп жатыр. Саламатсыздар ма, құрметті қоғам тыңдауға қатысушылар. Есімім Ағабек Серік Оспанұлы болды. Жамбыл облысы әкімдігі табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының өкілімін. Бүгінгі қоғам тыңдауының тақырыбы Азиялық газ құбыры жауапкершілігі серіктестігінің Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданындағы маңында орналасқан ес желісі бойынша номер 4 компрессорлық станциясы арналған рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, рұқсат етілген төгінділер нормативтері, қалдықтар басқару бағдарламасы жобалары бойынша қоғамдық тыңдау өтуде. Қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша, тәртібі бойынша хаттамашы тағайындауымыз керек. Тағы хаттамашы ретінде осы жобалаушы мекеменің экологы Дүйсенбаев Русланды ұсынамын. Ешкім қарсылық жоқ па? Жоқ. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда ары қарай жалғастыра берейік. Регламент жасауға қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша осы жобалар бойынша, жаңа жоғарыда аталған жобалар бойынша баяндама жүргізеді. Баяндаманы да Дүйсенбаев Руслан жүргізеді. Оған 10-15 минут уақыт белгіленеді. Сосын баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтар, жауаптарға кірісеміз. Сұрақтар, жауаптар аяқталғаннан кейін сұрақтар мен жауаптармен ұсыныстарға уақыт белгілемей қойып, қанша сұрақ болады, қанша ұсыныс болады, соған белгілеу болады. Бірақ бір сұрақты қайтадан екі жер қайталамай қоймай қалуыңызды сұраймын. Регламентке ешкім қарсылығы жоқ па? Жоқ. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, баяндамаңызды бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, бүгін қоғам тыңдауға қатысушылар. Баяндама тақырыбы жоғарыда аталып өткендей, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы аумағында орналасқан ес желісінің компрессорлық станциясы номер 4 компрессорлық станциясының СКС-4 яғни объектісі үшін әзірленген жобалар бойынша баяндамаларды оқып шығайын. Жалпы ес желісі номер 4 компрессорлық станциясы туралы жинақ ғылыми сипаттама айтып өтетін болсам, Қазақстан-Қытай магистралды газ құбыры Қазақстан аумағы арқылы Қытай Халық Республикасына және Қазақстан өз табиғи газын экспорттау және Түркменстаннан келетін газ транзиттеу үшін арналған. Бұл магистралды газ құбыры Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірлеріне Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарынан газ жеткізуді қамтамасыз етеді және сол облыстарды кесіп өтеді. Қазақстан-Қытай газ құбыры бұл үш параллель тартылған диаметрі 1067 мм болатын құбырлардан тұратын магистралды газ құбыры. Жалпы ұзындығы 1345 км құрайды. Газ құбырының Қазақстан аумағы бөлігі Өзбекстан-Қытай шекарасынан басталып, Қазақстан аумағы арқылы 650 км шығысқа қарай созылып жатыр. Қазақстан-Қытай шекарасында қарғылы шекаралық бекеті маңында аяқталады. А, Б және С желілері бойынша газ құбырының ең жоғарғы өткізу қабілеті жылына 55 миллиард кубты құрайды. Оның ішінде А және Б желілері бойынша 30 миллиард куб, С желісі бойынша 25 миллиард куб газды тасымалдауды құрайды. Компрессорлық станция, жалпы СКС-4 объектісі презентацияда көрсетілгендей, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы аумағында орналасқан ең жақын елді мекеннің бірі Жақсылық ауылы СКС-4 станциясының оңтүстікке қарай 8354 метр қашықтықта орналасқан. Жоба туралы қысқаша айтып өтетін болса, жалпы СКС-4-нің негізгі міндеті құбырдағы газдың қысымын қажетті деңгейге дейін арттыру және оның тұрақты тасымалын қамтамасыз ету. Бұл процесс қуаты 28,5 қуаты мегаватт болатын Rolls-Royce компаниясы өндірген газ турбиналық жетегі бар газ айдау агрегаттарының көмегімен жүзеге асырылады. Газ құбырының диаметрі 1219 мм. Шығу қысымы, компрессорлық станциядан шығатын газдың қысымы 9,81 мегапаскальды құрайды. Компрессорлық станция магистралды құбыр желісіне дейінгі қашықтық кемінде 250 метрді құрайды. Компрессорлық станция номер 4 компрессорлық станция алаңының өлшемі қоршау шегінде 195-260 метр
объекті орналасқан. Компрессорлық станцияда жыл бойы ауысымды вахталық жұмыс тәртібімен жұмыс істелінеді. Жылына жұмыс күндерінің саны 365 күн, тәулігіне 2 смена 12 сағаттан жұмыс жасайды. Жабдықтарды ауысымдық персонал қызметтері қызмет көрсетеді. Қызмет көрсететін персоналдар компрессорлық станциядан солтүстік-шығыс бағытта орналасқан, картадан қарасаңыздар болады, 800 бағытта 800 метр қашықтықта орналасқан вахталық кентте орналастырылады. Кәсіпорынның мәліметтері бойынша С желісінің номер 4 компрессорлық станциясының қызметкерлерінің жалпы саны 120 адамды құрайды. Бұл объект Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің 2021 жылы 6 қыркүйегіндегі санатын оператордың санатын айқындау бойынша бұйрыққа сәйкес қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің санатын айқындау туралы шешімге сәйкес Азиялық газ құбыры жеке шаруашылық жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі С желісінің номер 4 компрессорлық станциясы қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін екінші санатты объект ретінде анықталды. Жалпы Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы тарапынан 2024 жылы 21 ақпанда берілген экологиялық рұқсат қағазының мерзімі, яғни осы жылдың 31 желтоқсан күні аяқталуына байланысты, сондай-ақ объектіде 2027 жылы өртке қарсы жабындарды жаңарту жұмыстары жоспарлануына байланысты Азиялық газ құбыры осы номер 4 станцияға объектісі үшін 2026-2035 жылдары аралығында екінші санаттағы объектінің қоршаған ортаға әсеріне экологиялық рұқсат қағазын алу үшін экологиялық жоба жасалынып отыр. Бұл объектінің санитарлық жүктелуіне келетін болсақ, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің міндетін атқарушы 2022 жылы 10 қаңтардағы КРДСМ 2 бұйрығына сәйкес бұл объектінің санитарлық қорғаныш аймағы 700 метрді құрайды. Ал вахтовый поселоктың вахтовый кент бойынша санитарлық қорғаныш аймағы 100 метр болып бекітілген. Бұған дейін де белгіленген санитарлық қорғау аймағының мөлшері де 700 метрді құрайды. Яғни 2016 жылы 6 желтоқсанда объектіге санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алынған, сол қорытындыға сәйкес 700 метрді құрайды. Атмосфералық ауаға әсерін есептеу барысында 700 метрде шекті норматив, яғни концентрация бір шекті жол берілетін концентрациядан асу күтілмеді. Сондықтан санитарлық қорғаныш аймағын өзгерту қажет етілмейді. Жалпы жұмыс кезеңіне келетін болсақ, СКС-4 құрамында 2 өндірістік алаң кіреді. Оның бірі негізгі өндірістік алаң, ол бізде компрессорлық станция, екіншісі жоғарыда аталып өткендей қызметкерлердің орналасуына жасалынған вахтовый поселоктен тұрады. Жалпы өндірістік алаң компрессорлық станция номер 4 компрессорлық станция магистралды газ құбыры жүйесіне кіруші басқарушы элемент болып табылады. Газ құбырының жұмыс режимін анықтайды. Компрессорлық станцияның болуы газ құбырының тұтыну ауытқуларында режимін реттеуге мүмкіндік береді және құбырдың аккумуляциялық мүмкіндігін толық пайдаланылады. Компрессорлық станцияның негізгі міндеті құбырдағы газдың қысымын қажетті деңгейге дейін арттырып, оның тұрақты тасымалын қамтамасыз ету. Бұл ретте жалпы компрессорлық станцияда 3 газды айдау агрегаттары орналасқан, қуаттылығы жоғарыда аталып өткенде 28,5 мегаватт болатын. Бұл 3 Rolls-Royce, яғни газ айдау агрегаты бір уақытта жұмыс істемейді. 2 негізгі ГПА деп аталып, жалпы 2 негізгі ГПА ауысымды жүйеде жұмыс жасайды, ал үшіншісі бізде резервте тұрады. Ал компрессорлық цехтың жалпы құрамына мынадай алаңшалар кіреді. Ол жоғарыда аталып өткенде 3 ГПА газды айдау агрегаттары жеке ғимараттарда орналасқан. Және магистралды газ құбырына қосылу түйіні, технологиялық коммуникациялар мен жабдық клапандар, газды тазалау қондырғылары, газды ауамен салқындату қондырғылары, өз қажеттіліктеріне арналған жанар газды дайындау блогы, жылыту ортасын дайындау блогы, майлаушы майды салқындату жүйесі, энергия өндірістік бөлімі, станцияны басқару жүйесі. Және қосалқы жүйелер, олар май берілу, өртке қарсы жүйе, жылыту газға, желдету және кондиционерлеу, канализация салған ауа жүйесі секілді бөлімдерден тұрады. Екінші өндірістік алаңға келетін болса, ол бізде вахтовый поселок, ол жерде СКС-4-те қызмет атқаратын қызметкерлердің тұрғын жайы айтылады. Жалпы ол жердің жылыту технологиясы автономды бойлерлік жүйеде жұмыс жасайды. Ол жерде 3 Протех 90 маркалы котел қызмет атқарады. Үздіксіз электрмен жабдықтау үшін электр болмаған сәттерде бұл вахтовый поселокта Cummins дизель генератор қолданылады. Асханада электр плиталары қолданылады және де 4 көздік газ плитасымен жабдықталған. Вахтовый поселокте жыл сайын жүргізілетін жұмыстар, яғни ғимараттың құрылымдарын, сондай жабдықтарды, орындықтар, қоршаулар, баспалдақтар,
сондай секілді жұмыстарды бояу нәтижесінде немесе сварка жұмыстарынан түсетін де жұмыстар қарастырылған. Қосалқы қызметтер жалпы станцияның аумағында аккумуляторлар зарядтау пункті, газ кесу және электр дәнекерлеу жұмыстары көзделген. Ал 2027 жылы болатын жұмысқа келетін болсақ, ол 2027 жылы СКС-4 станциясында өртке қарсы қорғаныс қабатын қалпына келтіру жұмыстары болу күтілуде. Жалпы компрессорлық станция 2027 жылы өртке қарсы қорғаныс қабаттарын қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізіліп күтілуде. Жалпы жұмыстар келесі кезеңнен тұрады. Ол бірінші кезекте дайындық кезеңі жүреді, одан кейін технологиялық үдеріс, яғни отқа төзімді жабындарды, ескі төзімді жабындарды қысым арқылы, құм айдау арқылы түсіреді, одан кейін жаңасын бояу, яғни қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін сапаны бақылау, одан кейін қорытындылап жұмысты аяқтау күтілуде. Жалпы осы кезең 2027 жылы болады деп күтілуде. Атмосфералық ауаға күтілетін эмиссияларға келетін болсақ, жалпы объектіде СКС-4 алаңында станциясының атмосфералық ауа шығарындыларының стационарлық көздері 139-ды құрайды, оның 135 ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған. Бірінші өндірістік алаңда бізде жоғарыда аталып өткендей ГПА, ең негізгі ГПА орналасқан бізде. 2000 атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы көздері көрсетілген. Жалпы жылдық шығарындылар көлеміне толықтай тоқталатын болсақ, объектіде 2026 және де 28 мен 35 жылдар аралығында жылына 1885,97 тонна атмосфералық ауа шығарындылар болады деп күтілуде. Ал 2027 жылғы атмосфералық ауа шығарындылардың жалпы шығарындылардың көлемі 1919 болып көбеюі күтілуде. Оның себебі жаңағыдай бір кезеңдік, яғни кезеңдік өртке қарсы жабындарды ауыстыру жұмысынан болады деп күтілуде. Жалпы қорыта келгенде аталған нысанда атмосфералық ауаға шығатын ластаушы заттардың жалпы көлемінің 63,7%-ын газ айдау агрегаттары жұмысы нәтижесінде түзіледі. Нысанда номері 0037-0050-0063 нөмірлі 3 газ айдау агрегаты орнатылған. Олардың екеуі кезекпен тұрақты жұмыс режимінде қолданылады, ал біреуі резервтік режимде ұсталады. Қосымша экологиялық жүктеме ретінде жаңағыдай сол салдарынан жоғарыда аталып өткенде өртке қарсы жабындар 2026 жылы жүргізетін болғаннан кейін 10 ластаушы көз күтіледі. Сол үшін 2027 жылы қарасаңыздар болады 1919 тонна атмосфералық ауаға шығарындылар шығады деп күтілуде. Ал қалдықтарға келетін болсақ, жалпы СКС-4 нысанында әртүрлі қызметтерден технологиялық және көмекші жабдықты пайдалану және қызмет көрсету барысында түзілетін қалдықтар түрлері. Компрессорлық станцияның қызметінен түзіледі, электрмен жабдықтауға байланысты түзілетін қалдықтар, бақылау өлшеу аспаптар және автономика қызметтерінен түзілетін қалдықтар, ақтау поселокта түзілетін қалдықтар, тұрақты жоспарлы жөндеу қызметі жұмыстарынан түзілетін қалдықтар түзіледі деп күтілуде. Жалпы қалдықтардың жылдық көрсетілімі былай диаграммада көрсетілген презентацияда 2026 жыл болжам бойынша жылына 196 тонна қалдық түзіледі деп күтілуде. Оның 83 тоннасы қауіпті, 113 тоннасы қауіпсіз. 2027 жылы өртке қарсы жабындардың жұмыстары жүруіне байланысты 2027 жылы объектіде 1008,18 тонна қалдық түзіледі деп күтілуде. Оның 92 тоннасы қауіпті, 915 тоннасы қауіпсіз. 2028 2025 жылдары объект ағымдағы процесс бойынша жұмыс жасайды. Соның есебінен жыл сайын түзілетін қалдықтар көлемі 187 тоннаны құрайды. Оның 83 тоннасы қауіпті, 103 тоннасы қауіпсіз болып күтілуде. Объектідегі жер үсті және жер асты суларына әсеріне келетін болсақ, компрессорлық станцияның шаруашылық ауыз су және өндірістік техникалық сумен жабдықталуын қамтамасыз ету үшін байланыстағы номер 1 және номер 2 артезиан ұңғымалар, яғни скважиналар қазылған. Әрбір ұңғымада тұтынылатын су шығынының есепке алу торабы, яғни счетчиктер орнатылған және жартылай жер асты артезиан сорғы станциясында жабдықталған. Ұңғымалардың тереңдігі 120 метрді құрайды. Ұңғымалар вахталық кент аумағында орналасқан және объекттің сумен жабдықтаудың негізгі көздері болып табылады. Олар бір мезгілде емес, кезекпен пайдаланылады. Ұңғымалардан алынған су тазарту және өртке қарсы резервуарларды толтыру үшін ұңғымалардың жанында орналасқан станцияға беріледі. Өртке қарсы су қоймаларының жалпы сыйымдығы 1200 кубты құрайды. Жалпы одан 2 данасы объектіде қарастырылған. Ауыз судың қосымша көзі ретінде бөтелкедегі су пайдаланылады. Яғни сол объектіде жұмыс жасайтын кісілерге ауыз су бөтелкемен сырттан тасылып әкелу көзделген. Ауыз судың қосымша көзі ретінде компрессорлық станцияда мен вахталық
кент алымдарында келесі сарқынды сулар пайда болады. Яғни шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар және өндірістік сарқынды сулар. Компрессорлық станциядан шыққан тұрмыстық және өндірістік сарқынды сулар алдын ала тазартылғаннан кейін септик арқылы насос станциясына беріледі. Әрі қарай вақтылық кент аумағында орналасқан сарқынды суларды реттеуші тоғанға бағытталады. Жалпы объектіде вақталық кенттен шыққан тұрмыстық сарқынды сулар септик арқылы басқару тоғанына бағытталып, одан тұрмыстық сарқынды сулар тазарту қондырғысына жіберіледі. Бұл қондырғы тәулігіне 50 метр куб өнімділікке ие GIG-2 маркалы құрылғымен жабдықталған. Тазартылған сарқынды сулар әрі қарай 2 картадан тұратын буландырғыш тоғанға жіберіледі. Буландырғыш тоған вақтылық кенттен солтүстікке қарай 170 метр қашықтықта орналасқан. Тоған СКС-4 қондырғысынан тазартылған тұрмыстық сарқынды ағынды суларды қабылдауға арналған. Буландырғыш тоғанның өлшемі 100-100, тереңдігі 1,5 метр. 2 секциядан тұрады. Ағынды суларды қабылдайтын тоғанның жалпы ауданы 1 гектарды құрайды. Жер асты суларын буландырғыш тоғанды жинақталған ағын сулардың ластануын қорғау мақсатында келесідей қабаттардан тұратын ағып кетуге қарсы экран қарастырылған, яғни противофильтрационный экран, тұтас темір бетон жабыны, тығыздалған құм қабаты, геомембрана, тығыздалған топырақ. Осындай қабаттан тұратын құрылыс дәлелінің асты құрылыс осылай жүргізілген. Жобада буландырғыш тоғанға тұрмыстық сарқынды суларды ағызу номер 1 водопуск, яғни су шығару номер 1 нүктесінен ластауыш заттардың ағын суларымен бірге төгілуінің жол берілетін нормативтер есептелінген және әр 90 сайын осы жерден суға анализ алып, яғни химиялық талдау жүргізу күтілуде. Ластауыш заттар төгу шарттарын айқындау және тұтынылған су жүйесін қабылдаған техникалық шешімдерді ескере отырып, ластауыш заттардың шекті жол берілетін шоғырларын есептеу жүргізілді. 14 көрсеткіш бойынша шекті жол берілетін төгінің нормативтері анықталды. Жалпы 2026-2035 жылдарда арналған су тұтыну және тұтынылған судың көлемі төмендегідей құрайды, яғни су тұтыну 24,259 метр куб жылына, тұтынылған судың көлемі 18.000, ал суды қайтымсыз тұтыну 6.000 кубты құрайды. Тазартылған тұрмыстық ағын сулар буландырғыш тоғанға ағызу көлемі 49,301 метр куб тәулігіне, немесе жылына 18.220 кубты құрайды. Жалпы осы жоғарыда аталып өткен тақырып бойынша баяндама осыдан тұрады. Енді жоба бойынша сұрақтарыңыз болса. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз, ескертулеріңіз болса айтыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, менде бір сұрақ, жаңағы ремонт болған кезде шығарындылар көбейді ғой. Шығарындылар көбейді, ол жерде сонда газда трубаны тазалайды ғой. Жоқ, бізде 2027 жылға жоғарыда айтылып өткен 10 шығарындының көзі күтіледі. Ол негізінен бірінші пескостроение, яғни құмды пайдалану қысымы арқылы сыртқы ескі жабындарды тазарту күтілген. Одан кейін барып қайта жаңа жабындар себіледі. Демек, бұл жерде краска және лак бояуларын жағудан түсіледі. Және де пескостроениенің әсерінен атмосфералық ауаға аздап шаңғышылу күтіледі. Отстой жіберді ме? Газдың отстойын жібере ме? Компрессор. Сұрағыңызды түсінбедім. Отстой жібереді ме газдың? Ауаға өңгіз бола ма деймін. Ол жаңа жоғарыда, мысалы жыл сайын 1885 тонна деп айтылуда, бұл 100% болған жағдайда да, бұл объекті негізінен жаңағыдай бәріміз білеміз, свечалардан құралған ғой. Техникалық жөндеулерге байланысты кейде свечалардан атмосфералық ауаға газ жібереді. Соның есебінен жалпы есебі 1885 тонна құрайды. Ал соңғы жылдардағы тиесілі өндіріс экологиялық бақылаудың есептілігіне қарасақ, бұл объекті, бұл выбростың жалпы 30%-ін ғана атмосфералық ауаға шығарады. Сұрақтарыңыз болса? Бар ма сұрақтарыңыз қада? Сұрақтарыңыз жоқ болса, ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда қоғамдық тыңдауды аяқталды деп санай берейік. Қатысқандарыңызға рахмет.